Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін жылқының қартасы мен қарынның қалай қонаққа ұсынылу жолдарын айтатын боламын. Қарта мен қарынды үлкен сыйлық қонақтар келген кезде табаққа еттің бір түрі етіп салынады. Ең бірінші жаңадан сойылғаннан кейін осылай жайып тұздайды. Оны салқын жерге қойып бір тәулікке қатыру қажет. Қарта мен қарынды айыра алмауымыз мүмкін. Шек сияқты ұзын болып тұрған ол бізде қарта, жайылған үлкен жалпақ болса ол қарын. Мінекей бір тәулік өткен соң қарын мен қарта осылай болып қатуы тиіс. Қарта мен қарынды қатқан соң осылай етіп бөліктерге пышақпен бөліп аламыз. Оны қазір мінекей видеодағыдай бөліп әр табаққа салатындай етіп ыңғайлаймыз. Ең ыңғайлы әдіс пышақты ұстап отырып, осылай бөліктерге бөліп аламыз. Өте оңай әрі тиімді тәсілі. Қай табаққа салатыңызға байланысты көлемін де әртүрлі ғып алсаңыз болады. Егер менің видеом пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыр. Назарларыңызға рахмет.